жолын салуына мүмкіндік бермей, тек бабалардың жолымен жүру дамуды тежемей ме? Тежемейді, себебі біз даму жаңа басынан бері айтып жатырмық қой, біз ол ата бабаларымыздың бастап келген жолымен, сол іргетасымен ары қарай жалғанып келеді. Және де оны егер сақтайтын, дәріптейтін және де дәріптеп оны құрметтейтін адам болса, яғни ол қазіргі заманда ешқандай проблема туындамайды деп ойлаймын. Себебі әр бала өзінің тарихын біліп өсуі керек деп ойлаймын. Енді қорытынды сөз кезегін алдымен бірінші жаққа қорытынды ойын айтады. Жалпы қайраткерлеріміз тарихымыздың жүрегі және болашағымыздың шамшырағы. Ата-бабамыз айтқан, өткенін білмегеннің болашағы бұлыңғыр. Яғни біз өткенімізді білмесек, болашағымыздағы, яғни өмірімізді дұрыс құрастыра алмаймыз. Сондай-ақ жасанды интеллект бұл жай ғана құрал, және ол есеп шығарады, ақпарат береді. Ал бірақ қазаққа рух беретін ол біздің қайраткерлеріміз. Тек осы қайраткерлер бізге нағыз өнеге болып табылады. Сондай-ақ мысалға Әлихан Бөкейханов, халқы үшін автономия орнатуға ұмтылды. Ахмет Байтұрсынұлы мысалы ұлт ұстазды атарды, яғни халықты білімге баурады. Сондай-ақ Міржақып Дулатұлы оян қазақ деп ұлтты серпілтті. Бұлар жасанды интеллект ешқашан да орнын алмастыра алмайтын тұлғалар. Осы жерде біз осы Міржақып Дулатұлының оян қазақ атты өлеңінің бір шумағын айтып берсек. Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті дін нашанға қайран бол, қазағым енді жату жарамасты. Яғни ел үмітін ер ақтар, ер атағын ел сақтар дегендей, еліміздің үмітін ақтаған ерлер осы кісілер деп санаймын. Яғни олардың еңбегі біз үшін рухани күш, болашаққа сенім болып келеді. Яғни сол сияқты Бауыржан Момышұлы соғыста өз ерлігімен елін қорғаған болатын. Ал бізде Дінмұхамед Қонаев атамыз ол бізде ел басқаруда үлкен үлес қосқан болатын. Яғни бұлар жастарға үлгі болатын қайраткерлер деп санаймын. Қайраткерлердің өмір жолы бізді әділдікке, бірлікке және де отан сүюге тәрбиелейді. Бірлік бар жерде тірлік бар деген сөздің мәні де осы қайраткерлерімізден көреміз деп ойлаймын. Яғни қорытындылай келе, жасанды интеллект бұл жай ғана техника деп ойлаймын. Ал қайраткерлеріміз халықтың жүрегі, яғни еліміздің рухы болып келеді. Біз қайраткерлерімізді ашсақ қана болашаққа берік негіз қалай аламыз. Құрметті қазақ алқасы, қарсылас тарап және қадірлі көрермендер, біздің пікіріміз дамытылған жарқын болашақ жастардың қолында. Біріншіден жастар білімнің иесі. Бүгінгі жастар ғылым мен техниканы еркін меңгеріп отыр. Мемлекет жастарға сеніп, сапалы білім алу үшін үлкен жағдай жасап келеді. Білікті бірді жығар, білімді мыңды жығар дегендей, білімді жастар елді алға жетелейтін негізгі күш. Екіншіден, жастар жаңашылдықтың бастауы, жаһандану заманында жаңа идея, жаңа ойларсыз алға жылжу мүмкін емес. Жастар креативті ойлап, инновациялық жобаларды ұсына алады. Мысалы, Қазақстанда IT саласында кәсіпкерлікте табысты жастары шығуы соның айқын дәлелі. Үшіншіден, жастар елдің болашағына жауапты буын. Ата-бабамыз бізге азат беріп қалдырды. Енді міндет осы елді дамыту, нығайту, өркендету. Жастар отанға адал қызмет етіп, елдің абыройын арттыруы тиіс. Ел үмітін ер ақтар, ел атағын ел сақтар деген сөзі жастарға қарата айтылған. Төртіншіден, жастар қоғамның белсенді мүшелері. Қазіргі таңда жастар қоғамдық ұйымдарды еріктілер қозғалысында мәдениет пен спортта белсенділік танытып келеді. Бұл олардың өз болашағына ғана емес, елдің болашағына да жай қарамайтын дәлелдейді. Бесіншіден, жастардың рухы елді алға жетелейтін күш. Жастар арманшыл, жігерлі, қайсар келеді. Олар өзіне ғана емес, қоғамға пайдасын тигізуге ұмтылады. Тәуелсіз Қазақстанның 30 жылғы дамуында жастардың үлесі ерекше болды. Қорытындылай келе біз толық сеніммен айтамыз, дамыған жарқын болашақтың кілті жастардың қолында. Өйткені жастар білімді, жаңашыл, еңбекқор және отаншыл буын. Жарқын болашақтың негізін қалау олардың қолынан келеді. Баға беріңіздер. Қалған нәрселеріңізді айта кетсеңіз. Обязательно. Жақсы, керемет бір бастаманың басын көріп отырмын. Сәл кешігін кіріп, сәл темаға кіре алмай қалдым, бірақ жалпы түсінікті болды мен үшін.
өте керемет тақырыпты көтеріп жатсыздар. Мынау зиялы қауымды қорғап, қолдап, сол кісілердің дәріптеп отқан сіздерге үлкен алғыс айтамын. Мына топта жақсы, яғни қазіргі заманның жаңа технологияны позициясын қорғап отыр ғой деп түсініп жатыр. Яғни искусственный жасанды интеллект деген нәрсе біздің қазіргі өмірімізде кірді, енді оны біз ажыратып алып тастай алмаймыз. Сол деңгейге жеттік, енді ол одан бетер болмаса, ол артта кетпейді. Яғни осы жердегі біздің адами позициямызды, адами құндылықтарымызды алып сақтап қалу мәселесі көтеріліп отыр. Яғни біздің дәстүрлі деген нәрселерімізді жаңа заманауи технология, заманауи үрдіс, заманауи мода, заманда нәрсе біздің өмірімізге еніп келе жатыр. Біздің дәстүрлерімізді жойып жіберу қаупі төніп тұр жалпы. Енді сол жерде біз құндылықтарымызды сақтап қалу үлкен мәселе. Яғни біздің келешектегі мақсатымыз тек қана білім. Білім арқылы біз тарихымызды да ұмытпаймыз, яғни өзіміздің болашағымызды білеміз. Білім арқылы сол болашақты қалыптастыру, яғни жаңа технология үлкен бізге белестерді ашып беріп отыр. Қазір үйде отырып, бүкіл әлемді шарлап көре беруге болады, үйде отырып білімге алуға болады, тіл үйренуге болады, жалпы кез келген жақсы нәрсені біз үйде телефон, компьютер, интернет арқылы біле аламыз. Жақсы, сіздерге үлкен рахмет. Осындай дүниені ұйымдастырып жатқандарыңызға, яғни болашақта тағы да бұл нәрсені